Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи ва кафа, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммаданин Мустафа, амма ба'д. Рамазан айының соңғы күндеріндеміз. Соңғы күндерінде Қадір түні бар, баршамыз білеміз. Бұл Қадір түні жасалатын ең маңызды амалдардың бірі, құлшылықтардың бірі ол дұға. Адабул Муфрат кітабында имам Бухари мына бір әсәрді жеткізеді. Бір табиғин рахимахулла сұрақ қояды екен. Неліктен адамдардың көбісі дұға етеді, бірақ қабыл болатындары аз деп. Оның жауабы, өйткені Алла Тағала тек қана ықыласты дұғаны қабыл етеді. Алла Тағала біреу естісін деп, көрсін деп, немесе немқұрайлықпен жасалған дұғаны қабыл етпейді дейді. Абдулла ибн Масғуд радиаллаху анху осы сөз айтады. Мәселе, енді құрметті бауырлар, дұға қылғанды Алладан, Алла өзінен сұрағанды жақсы көреді. Сұрамағанды Аллах Тағала жақтырмайды. Аллах Тағала бізге өзінен сұрауды әмір етеді. Алла Құранда не дейді? Фақалу дұғуни, менен сұраңдар деп айтады. Дұғуни, маған дұға етіңдер, менен тілеңдер, әстәжиб лакум, мен жауап беремін сендерге. Мен сендердің дұғаларын қабыл етемін дейді. Дұға деген ол, ғалымдарымыз айтады, қару секілді. Қылыш мысалы өткір болса, тек қана өткірлігі пайда бермейді. Оны ұстайтын білек мықты болу керек. Сол секілді біздің дұғамызда қаншалықты сөзі әдемі болса, сұрайтын нәрсеміз көп болса, бірақ жүрек шынайы болмаса, ықыласты болмаса, сенімді болмаса, онда бұл дұғадан пайда аз болады. Сондықтан дұғаға ең бірінші, дұға қабыл болуына себепкер нәрсе ең бірінші ол ықыласты болу дұғада. Дұғада ықыласты болу дегеніміз, біз кімнен сұрап жатырмыз? Аллахтан. Сол Аллах Тағаланың тек қана, оның ғана құдіреті жететіндігіне сеніміміз керек. Біздің қажетімізді өтейтін тек Алла екеніне сеніміміз керек. Екінші, дұғаның қабыл болуына кедергі болатын нәрсе ол күнә. Сондықтан дұғадан бұрын истихфар жасау керек, яғни Алладан кешірім сұрау керек, тәубе ету керек. Кейін барып қалаған нәрсемізді сұрау керек. Өйткені Құранда Алла Тағала не дейді? Истағфиру раббакум, Раббыларынан кешірім сұраңдар. Иннаху кана ғаффара, ол өте кешірімді. Содан кейін юрсили сама алейкум мидрара, сендерге мол жаңбыр жібереді, сендерге бала-шаға береді, сендерге өзен көлдерінде ағызады сендердің деп келеді Құранда. Сондықтан бірінші истихфар, содан кейін дұға етуіміз қажет. Баршамыздың осы Қадір түндері қылған дұғаларымызды Алла Тағала қабыл етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.